Сәлеметсіздер ме? Мен Амантаева Айзада Амангелдіқызы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Балалық шағым осы Амангелді өңірінде өтті. Ең алғаш мектеп табалдырығын 5 жасымда аттадым. 5 жасымда бару себебім, ол кезде Амангелді орта мектебінде 1-ші сыныпқа бала аз болған. Сондықтан сол мектептің сол кездегі директоры мамамның құрбысы болатын. Сол іліп алып кетсе алып кетер, алып кетпесе келесі жылы қайттан 1-ші сынып оқыр деген сияқты. Сол 5 жасымнан бардым, 22 тамызда 5-ке толдымда, 5-ші қыркүйекте мектепке бардым. Үйде жалғыз бала болғандықтан көбіне ПМК-дағы нағашыларымның қыздарын үйге алдыртап алып келетін. Біз ол кезде ат-арбамыз болатын. Алып келгенде жаңағы екі қызды бір жеті біреуін алып келеміз кезекпен. Олар мамамнан қорыққаннан келеді, мен мәз болам, олар келді деп. Одан кейін атан үйіне барып, ойдағы Жетексат жақтағы атан үйіне барып ойнайтынмын. Көбіне олдармен асық, футбол, тақ-тақ деген ойындар ойнайтынбыз. Сол балалық шағым көбіне мені папам еркелететінде, мамам қаталдау болатын. Ұстаз болу бұл менің бала күнгі арманым. Мектепті бітіргеннен кейін Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық университетіне филология факультетіне түстім. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі мамандығына. Одан кейін отбасылық жағдайға байланысты Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтына ауысып келдім. 2011 жылы тамамдап, осы туған жерімізге, оның ішінде Қолдасбаев орта мектебіне жұмысқа тұрдым 2011 жылы. Содан бастап сол мектептің мұғалімімін. Қазіргі таңда енді ұстаз болу деген бұл болашақтың, елдің алдындағы жауапкершілік, ауыр жүк, мәңгілік міндет. Енді бұл болашақта ақтай алсаң, өз мамандығыңды сүйе алсаң, абыроймен мәртебе ғой. Ұстаз болу бұл болашақтың, елдің алдындағы жауапкершілік. Себебі барлық мамандық атаулысы осы ұстаздың алдынан тәлім тәрбие алады. Барлық ұстаздан басталады, мектептен бастау алады. Оқушы белгілі бір бақытты да мектептен алады ғой. Сол жолда ұстаз өзінің мамандығын оқушылар бойына дұрыс сіңдіре білу керек деп ойлаймын. Оқушыға талап қоя білсек, талантты оқушыларымыз көп болады шығар. Мысалы, әртүрлі облыстық, республикалық жарыстарға, аудандық жарыстарға дайындаған кезде оқушыны көбіне өзіңнің құрдасыңдай көресің. Оны құрдасыңдай көргеннің өзінде де талапты қатар алып жүру керек сияқтысың. Талап болмаса, тәртіп, тәрбие болмаса, ол жерде ешқандай жетістіктің ұшы да көрінбейді. Ұстаздықтың алғашқы жолында қиындықтар болады, әрине. Барлық дүние қиындықтан басталады ғой. Бастапқы 1-2 жылда, 2-3 жылға дейін менде бірден осы ұстаздыққа бет бұра бастаған кезден ақ қорқтым, қаймықтым. Бұл менің жұмысым емес ау деген ойлар да келді маған. Дегенмен ары қарай жұмыс істей келе, жоқ, мен осы мамандықта қалуым керек деген шешімге келдім. Жауапкершілікті сезіне білу керек деп ойлаймын, бала алдындағы. Олар сенен үміт күтеді, сенен жаңалық күтеді, жаңашылдық күтеді. Білім мен тәрбие егіз ұғым ғой. Қазіргі білім беру бұл жан-жақты дамыған, құзыретті толық тұлға қалыптастыру. Оның ішінде сыни ойлай білетін, зияткерлігі дамыған оқушыларды қалыптастыру. Сындарлы оқыту теориясы бұнда көбірек жұмыс атқарады, рөл атқарады. Ал тәрбиесіз берілген білім
дүниенің адамзаттың қас жауы дейді ғой Әл-Фараби. Тәрбие басы қазақ ұғымында да айтады, тәрбие басы тал бесіктен басталады дейді. Енді көбінесе оқушы мектептен гөрі мектепте 6 сағат, мектеп қабырғасында 6 сағат болады, ал қалған уақытта ол көбіне үйде. Сондықтан үйден тәрбиені ата-ана көбірек береді деп ойлаймын. Мысалы, өмірде кездесіп жатады. Мен 11-ші сынып оқыған кезде оқушыларым, сыныбым сағат 8-дегі сабаққа 8:30-9-да келіп жатады оқушылар. Сонда анасына, енді көбіне анасымен ақылдасамыз ғой, енді бала тәрбиесіне көбіне ана жауапты ғой. Сонда анасына айтып жатсаң, мені тыңдамайды дейді, сіз айтасыз ба дейді. Енді ол өзінің баласына ата-ана өзі жауапты, өзі тәрбиелей беру керек деп ойлаймын. Немесе бірінші, екінші сыныптың оқушыларының ата-анасы да кездесіп жатады. Жаңағы сынып жетекшісіне звондап, сіз айтасыз ба, кітап оқымай жатыр, немесе дәптерін апармай жатыр деген сияқты сөздер айтады. Енді бірінші, екінші сынып, 11-ші сыныпты қоя беріңіз. Бірінші, екінші сынып оқушысына ата-анасының, өзінің туған анасының сөз өтпесе, енді ол баладан болашақта қандай тұлға шығады, қандай тұлға қалыптасады. Енді тәрбиенің негізгі көзі ол үйде деп ойлаймын. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Ал мектептегі тәрбие ол белгілі бір бағытқа, мамандыққа жол беру, жол нұсқау ғой, адам болуға тәрбиелеу. Ол қазіргі таңда дұрыс жұмыс атқарып келе жатыр деп ойлаймын. Енді қателеспейтін пенде жоқ шығар. Бәріміз пендеміз. Енді қателік дегенде 10 пәленің 9-ы тілден дейді. Көбіне қателіктің барлығы сол үлкендерді ренжітіп алудан. Одан кейін өкінген сәтім ол ата-анамның қадірін кеш білдім, кеш ұғындым, кеш түсіндім. Анамның айтқан ақылдарын дер кезінде қолға алмадым, дер кезінде бағасын білмедім. Енді бір шүкір ететін дүние, бұл қателікпен өкінген сәттерім, бұл жеке өмірімде. Ондайда болған жоқ, соған шүкір етем. Енді қалған қателіктерім мен өкініштерім өміріме сабақ болды. Атақ және махаббат. Атақ деген өзі 4 әріптен тұрады, махаббат 8 әріптен тұрады. Атақтың ғұмыры қысқа, махаббат мәңгілік па деп ойлаймын. Атақ деген сөздің өзі біртүрлі суық естіледі ғой, ал махаббатта мейірім бар. Бұл жерде енді махаббат деген отанға деген махаббат, достық, туыстық махаббат, отбасына деген махаббат. Сондықтан әрине мен махаббат таңдаймын. Өміршең ұғым деп ойлаймын махаббат. Айналамның бәрінен, жақсы адамдардан, қоршаған ортадан, достарымнан, туыстарымнан қолдау алам. Көбіне жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Сол ауызша қолдаудың өзіне разымын. Салым суға батып бара жатқан кездің өзінде мені аман алып қалған ол достарымның қолдауы. Кейде осы бір қолдауға, ең жақындарымның қолдауына зар болып қалып жататын кездерің болады. Ол кезде басыңды тік көтеріп, алға қарай қадам басасың. Достық деген мен үшін ең киелі ұғым. Әрбір өмірімнің кезеңінің көптеген достары болды.
студенттік шақтарда, мысалы ең алғашқы студент болып Алматыға аттанған кезде бөлек айтатын достарым болды онда. Одан кейін Қостанайда оқып жүргенде ең жақын достарым болды. Одан кейін мектеп қабырғасына жұмысқа келгеннен бастап жақсы араласқан, апамдай болып кеткен, туыстарымдай болып кеткен, жақындарыма айналған достарым бар. Өмірімнің қиын кезеңдерінде осы достарымның арқасында шықтым деп айта аламын. Әрбір сәтінде қасымда болды. Сені ақысыз аялар жандар үшін тірлігіңнің бәрінде тастап жүгір дей ма Фариза? Осы жандарға айтар алғысым көп. Қазіргі таңда енді ет жақыныма, бауырыма айналған 2 досым бар. Енді қалғандары достарым болады шығар. Бұлар енді достың ішіндегі ең кереметтері. Менің барлық қылықтарымды, еркектерімді көтере алатын, мен ренжісем де қас-қабағымнан бәрін ұғып отыратын 2 досым бар. Аллаға шүкір етемін. Менің ойымша жеке тұлға болып қалыптасу үшін мамандығыңа, кәсібіңе деген сүйіспеншілік болу керек, жауапкершілік болу керек, сүю керек өз мамандығыңды, кәсібіңді, іздену керек әрине, жаңашылдыққа ұмтылу керек. Жан жағыңдағы адамдармен жақсы қарым-қатынаста болу керек, қарапайым болу керек тұлға болып қалыптасу үшін. Жеке өзіңнің ойың болу керек, позицияң, бағытың болу керек. Кеңес Оралхан Бөкей айтады екен, өзі білмесе де жұртқа ақыл айту қазақтың сүйген ісі деп. Енді кеңесті біз көбіне өзіміздің басымыздан өткен оқиғадан немесе өзіміз істей алмаған оқиғадан айтамыз ғой. Мен ең бірінші ата-ананың қадірін біліңдер деп айтар едім. Кейін мүлдем кеш болады, өкінесіздер. Одан кейін оқыңыздар, көп оқу керек. Қазақтың тарихын оқу керек. Өйткені біз тарихымызды ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Тарихымызды білмегеннен кейін бізде болашағымыз жарқын емес сияқты көрінеді. Одан кейін тіл үйреніңіздер, тіл меңгеріңіздер, өз мамандықтарыңызды сүйіңіздер. Біреудің айтқан бағытымен келе салсаңыздар, ол сіздердің өмірлеріңізге кері әсерін беру мүмкін. Әрбір істі ертеңге қалдырмаңыздар. Арман деген қанатсыз құспен тең ғой. 10 жылдан кейін бейбіт елдің аспанының астында бетімді құбылаға бұрып, өмірімді сеніп тапсырған адаммен салихалы ұрпақ тәрбиелеп күн кешемін деп ойлаймын. Білген адамдар жақсы адам десе болғаны, одан басқа жоқ тілек мен үшін. Барлығы енді Алланың қолында, Алланың қалауымен өмірімді Аллаға сеніп тапсырамын. Мен сенем, тәуелсіздігіміз мәңгілік болатынына, ана тіліміз ұлттық мәртебеге жететініне сенем. Мұғалімнің орны әрқашан төрден болатынына сенем. Мына індеттің беті қайтып, тығылмай тойға баратын күнге сенем. Мен сенем, осы жобаны көретіндер мен каналға жазылатындардың саны көп болатынына сенемін.